Бердібек Соқпақбаев, қазақ балалар әдебиетінің классигі, көрнекті жазушы. Ең танымал туындысы «Менің атым Қожа» повесі. Бұл шығарма әлемнің көптеген тілдерінде аударылып, 1967 жылы Канн фестивалінде арнайы сыйлыққа ие болған. Бұл қожаның тарихы. Ол әрдайым ойнап күліп жүретін бала. Кейде оның әрекеттері кішкентай қиындықтар туғызады. Бүгін біз қожаның қызықты оқиғаларын тамашалаймыз. Қожа өте ақылды, бірақ қыдыруға бейім бала. Ол достармен бірге түрлі қызықтарға бел буады. Кейде ол өтірік айтып, өзіне қиындық туғызады. Бірақ әрқашан дұрыс пен бұрысты ажыратып, дұрыс жолды таңдайды. Бұл оқиғалар бізге достық, адалдық және шыншылдықтың қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Қожа бізге бір маңызды нәрсені үйретеді. Шыншыл бол, достарыңа адал бол, және әрқашан дұрыс жолды таңдау маңызды. Бұл оқиға күлкілі, бірақ сонымен бірге ой салатын хикая. Қожа мен оның достарының қызықты өмірі сізді де күлдіреді және ойландырады. Не болып қалды? Мен айнып қалдым. Түрін қараш. Қырықтыққа барайыншы. Жуынып киініп кел. Ойланып келдім. Қырықтыққа барғым келеді. Тойдым сенен қадырып. Қылтың-сылтыңын көбейіп кетті. Біресе барам дейсің, біресе бармайым дейсің. Қылтың-сылтың емес. Олай емес пе? Әлде сен әдейі істейсің бе? Не мәжбүрлік пе? Әр нәрсенің шегі бар қадырып. Бар үйіңе таңертең кешікпей сағат 9-да мектепке жиналасыңдар. Олай болса, мен мүлде бармайым. Онда келесі классқа көшпесің. Мейлі көшпесем, көшпейін. Мектептегі күлкілі жағдайлар, достарымен жасалған қызық әрекеттер және күтпеген шытырмандар бәрі осы кітапта. Менің атым Қожа. Оқы да күл, көңіліңді көтер. Сағындырған сыр жайнауы